одан кейін ортада шеңбердің ортасында 3 сызық болады. 3 сызық. Ол 3 сызық неліктен? Ортадағы сызыққа асықтарымыз тігіледі. Ол үшін тігілу үшін бірінші асықты алшысынан қоямыз. Одан кейін келесі асықтың ортасына өзіміздің сақамызды қойып, осылай сақаны алып отырамыз да бір сақа аралықта арасын арақашықтық сақтап тігіліп шығады. Бұл тігілгенде 13 асық қонға тігіледі. Ойынның шарты: ойнаушылар 13 асықтың 7 асығын алса, сол ойыншы жеңімпаз болады. Осылай міне арақашықтық сақтап 13 асық бір сақа арақашықтықта тігіліп шығады. 3 сызық. Ортаңғы сызықта асығымыз тігіледі. Асық тігілгенде бірінші асық алшы, тәйкі болып асықтар тігіліп шығады. Одан кейін мына сызықтардың неше сызылған? Асық ойнап атушы бұл сызықтан асықты атқан кезде, қолынан атқан кезде сақасы бұл сызықтың сыртынан, арнайы сызылған сызықтың сыртынан тисе, ойын есептелмейді. Көрдіңіздер ме? Сыртынан тиді. Бұл онда ойын есептелмейді. Сондықтан бұл сақамыз атқан кезде сызықтың ішінен тиіп барып, асықты шеңберден шығару керек. Енді бізде асық ату үшін арнайы ойын сызылады. Ол ортаңғы сызықтан 5 метр арақашықтықта 1, 2, 3, 4, 5. Осы екі жақ шеңбердің екі жағында 5 метр арақашықтықта ойын сызылады. Енді асық ату үшін ойыншылар арнайы сызылған сызық ойын сызығының аяқ ұшы ішінде болу керек. Асықты атқан кезде айтылғанда жаңағы сызықтың ішінен бөлуіміз керек. Келесі ойыншы атқанда ойында елден бұрын атады. Сондықтан қараңыздар, шеңберден шығарды. Енді мен бірақ асықты шеңберден шығардым. Маған мүмкіндік беріледі. Шеңберден сыртынан атуға. Келесі ойын ату үшін. Келесі ойыншы ол асықты атқанда арнайы қолынан атады. Қолынан атылады. Келесі ойыншыға да шеңберден атуға мүмкіндік беріледі. Кім қай ойыншы 7 асық алады, сол ойыншыға жеңіске жетеді ойыншы. Бүгін осы бестік ойынымен таныстық, ойынның шартымен. Осылай кім 7 асық алса, 10 асықтың 7-ін алса, сол жеңіске жетеді.